Қасиетті Рамазан айының құндылықтарын, оразаның өзіндік әдептерін паш ететін сағындырған Рамазан бағдарламасы. Ассалаумағалейкум, құрметті Азан радиосының тыңдармандары. Сағындырған Рамазан бағдарламамыздың құрметті қонағы Мұхаммед Ислам Мұхаммедұлы ұстазымыз келіп отыр. Мұхаммед Ислам Мұхаммедұлы шапағат деструктивтік діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек орталығының қоғамдық қорының теолог маманы әрі қари Нұрмүбарак Египет Ислам мәдениет университетінің түлегі. Қош келіп отырсыз Азан радиосына. Енді ұстаз Қареке, мына қасиетті Рамазан айы, Құран айы деп жатамыз. Бүгінгі біздің бағдарламамызда осы Құран жаттау жайында, қарилық жайында, Құранның фазилеттері жайында сұрақтар болады, Құдай қаласа. Енді өзіңіздің мықты теолог екеніңізді, әлі бірімді, бірнеше тіл білетін азамат екеніңізді білеміз. Сонымен қоса қари, яғни Құранды толық жаттаған қари екеніңізден де хабарымыз бар. Өзіңіз жайлы қысқаша ақпарат айтып жіберсеңіз, Құранға қанша жасыңызда бастап махаббат қойып жаттадыңыз, алғашқы ұстазыңыз кім болды деген сияқты. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, шүкір еттім ұстаз. Мына Азан радиосына шақырғандарыңызға сұхбатқа көп рахмет. Жалпы өзім есім Ислам, жаңа таныстырғандай Мұхаммедұлы, Түркістан қаласының тумасымын. Алғаш Құранды бастаған кезім ол 11 жасымда болатын. 11 жасымда ауылда, ол кезде әкем апарып берген болатын мешітке. Ауыл мешітінен бастадыңыз? Ауыл мешітіне алғаш рет араб алфавитін үйреніп. Жалпы өзім Құранға дейін қою ол 13 жасымда басталды. 13 жасымда осы ауылдың имамы Мұхаммед Сапар деген қари кісіден бастадым алғаш Құранды. Сол кісіде оқып жүріп, және 14 жасымда Түркістан қаласында Әл-Каусар мешітінің бас имамы Юнус деген қари ұстазымыз болды. Сол кісінің қасына барып отырып, толық Құранды жаттап шықтым. Яғни бұл толық Құран жаттап шығуға 2 жылдай уақыт кетті. 16 жасыңызда ма? Сөйтіп 16 жасымда толық Құранды жаттап бітірдім. Мектеп бітірмей жатып? Мектеп бітірмей жатып. Алла береке берсін. Керемет. Енді осы Құран кәрімнің кітабың не десе Құран кәрім деп айтып жатамыз. Бізге аталарымыз солай үйретті. Дініміздің негізгі ұстанымдары ғой. Осы Құран сөзінің мағынасы қандай ұстаз? Жалпы қазір уақытта кімнен сұрасаңыз да, жалпы кішкентай баладан сұрасаңыз да, Құраныңыз не десе, кітабыңыз не десе, Құран деп жауап береді. Енді Құранға ғалымдарымыз көптеген мағына берген, оның бірнешеуін айтып өтетін болсақ, жалпы біздің шариғатымызда бір тақырыпқа 2 түрлі не береді, мағына береді. Біріншісі тілдік мағынасы, екіншісі терминдік мағынасы. Енді бұл Құрандың тілдік мағынасы келетін болсақ, біріншісі Құранның жинақтау деген мағына береді. Яғни Құранды жинақтау. Екіншісі Құранға не істеу? Жақындау. Екінші мағынасы. Ал үшінші мағынасы болатын болса, оны қайта-қайта оқу. Енді бізде тәкрар дейді, қайталау. Яғни Құранды қайта-қайта оқу. Енді төртінші мағынасы бар, ол имам Шафидің Құранға деген берген мағынасы. Ол жерде ешқандай мағына берілмейді. Құран ол тек Алла Тағала тарапынан түсірілген кітап дейді. Ол да осылай қалдырады. Енді бұл нәрсеге келетін болсақ, жаңа үшеуін айтып кеттік қой. Жақындау біріншісі, екіншісі жинау, үшіншісі қайта-қайта оқу. Яғни бұл нәрседен шығатын мағына, яғни бүкіл ғылымда жинақтаған кітапты Алланың разылығы үшін, Алланың разылығын табу мақсатында оқуды не істеу, оны әрі қайталап, Алланың мейіріміне, Алланың шапағатына не істеу, жақындау деген мағына береді. Ал екінші Құранның бұл терминдік мағынасы бар. Терминдік мағынасы дегеніміз, яғни Фатиха сүресінен бастап, Нас сүресінен аяқталатын. Яғни араб тілінде түсірілген Алла Тағала тарапынан болған кітап, яғни соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға түсірілген кітап деген мағына береді. Яғни Құранның осындай тілдік және терминдік мағыналары осындай. Керемет, түсінікті. Яғни Құран жаңағы 3 тілдік мағынаның 3-еуін де қосқан кезде керемет бір мағына шығатынын айтып отырсыз. Керемет. Енді осы Құранды мұсылман адам баласы үнемі оқудың немесе
Құранды жаттаған хафыздарға Алла тағаланың берері сыйы жайында біздің дінімізде қандай сүйіншілер бар? Жалпы Құран оқудың, Құран жаттаудың артықшылықтары өте көп. Яғни бұл екі дүниеде де артықшылықтары бар. Егер Құранды оқып және оны жаттап, оған амал етсе. Енді бұл дүниедегі артықшылығына келетін болсақ, Алла тағала ол адамға, Құран жаттаушы адамға не істейді? Құран жаттаған адамға, оған амал еткен адамға бүкіл берекетін беріп қояды бұл өмірдегі. Яғни адамның бұл дүниеде абыройын көтеріп қояды. Адам бұл дүниеде ортасына деген қандай ортада болсын, сол ортада ең көркем ретінде Алла тағала оны сол ортадан шығарып қояды. Енді бұл артықшылықтары бұл дүниеде өте көп. Ең бізге керектің артықшылығы ол қиямет күнінде артықшылық. Енді бәріміз білеміз, қиямет күнінде махшарда болған кезде бәрімізде не болады? Сұрақ жауап болады. Яғни Құран жаттап оған амал еткен адамның бір артықшылығы қиямет күніне, енді бәріміз білеміз, қиямет күнінде бәрі сұрақ жауаппен не істеп жатады? Әркім өзінің пайдасымен өзінің қара басын ойлайтын күн. Яғни сол кезде Құран жаттаған адамға Құран құтты бір, яғни бір бұлт көлеңке сияқты болып тұрады төбесінде. Ол адамда ешқандай уайым қайғы болмайды. Неге? Себебі Құран оны бұл дүние жаттап, оған амал етті ғой. Қияметте ол жәннатқа кіргенге дейін істейді, қолынан сүйреп алып барады. Яғни шапағат етеді. Пайғамбар мына бір сөзі бар ғой. Алла тағала бүкіл адамның сұрап жатқан кезде періштелер келеді дейді. Я Раббым, біз мына бір кісіден сұрақ жауап ала алмай тұрмыз дейді. Сонда не себеп болған кезде, ортада кім бар деп сұраған кезде, ортада сенің кәләмің Құран бар дейді. Сонда Алла тағала шақырады, ол кісінің сұрақ жауабын өзім аламын. Барған кезде ол жерде адам емес, Құранға тілбетіп Құран сөйледі. Я Раббым, мынау сенің кәләміңді жаттады. Сенің кәләміңді жаттай тұра ол нәрсеге не істеді? Амал етті. Сол амал етуімен қоса мен оған куәлік беремін дейді. Яғни қияметте бәріміз білеміз, әркімнің десе куәлік өте бермейді. Тек Құранның ғана Алла тағала куәлік өтеді. Соны Алла тағала сондай бір тәж алып кел дейді. Құран жаттауға амал еткен кісіге тәж кигізеді, мислу шамс дейді. Яғни оның жарығы күннің жарығындай. Сондай бір жарық беріледі. Қазір уақытта күннің жарығандай болатын болса, сол тәждің де жарығы тура сондай дейді. Ал одан бөлек тағы бір тәж беріледі, ол кімге? Ата-анасына беріледі ол тәж. Ата-анасына тәж келген кезде ата-анасында сондай бір таңданыс болады. Ол қайдан істеген, берілген, қайдан кигізілген тәж дейді. Соны Алла тағала айтады, бұл сенің ұлыңның, яғни сен балаңның Құран жаттап сол нәрсе амал еткені. Сол Құран жолына түсірген, сол ілім жолына түсірген, сендер себеп болғандықтан сендерге берілген тәж дейді. Ал одан кейінгі тағы не бересіз деңіз Алла тағала жәннатқа кіргізеді, не істейді? Оқы, сен жаттаған жеріңге дейін көтеріл. Яғни біз дәрежесі. Бұл дүниеде біз Құран жаттап, қай жерге дейін жаттадық, қиямет күнге дейін сол жерге дейін ғана көтерілеміз. Кейбір ғалымдардың сөзі бар, Құран жаттап, толық жаттаған адамның жаңа иқра деп көтеріледі, оқып көтерілді деген кезде соңғы мәсафасы, яғни соңғы орны Жаннатул Фирдаус деп айтады. Яғни Жаннатул Фирдаус бәріміз білеміз, кімдер болады? Пайғамбарлар болады. Ол жерде жәннатпен сүйіншіленген сахабалар болады. Яғни бұл жерде Құранның адам баласына беретін фазилаттары осы. Яғни Құран бұл Алла тағаланың кәләмі болғандығы үшін және адам баласы да сол Құранда өмірін арнап, шаттап, өмірін көркемдеп, әсемдеп, Құранға сай өмір сүретін болса, Алла тағала оның жаңағы мәңгілік бақытын жәннаттың төр етіп қояды. Керемет. Әрине осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мінезі жайында Айша анамыздан сұраған хадисте де Айша анамыз айтады ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол тірі Құран еді дейді. Міне керемет. Енді осы қарилық көп адамға нәсіп ете бермейтін нәрсе, былайша айтқан кезде бақ дейміз. Қаншама жігіттер, қаншама қыз балдары армандап мүмкіндігінше Құран жаттауға түскісі келеді, бірақ соны бітіріп шығаратындар өте аз. Құранды толық бітіп шығатындар. Жаттау барысында, медреседе оқып жүрген барысында неше түрлі қиындықтар, жаңағы ілім үшін көптеген қиындық келеді дейді ғой. Соған сабыр ете алмай шығып кетіп жатқандарын көреміз. Жалпы Құран жаттау үшін
неше жасында бастаған дұрыс? Және Құран жаттардан алдын адамның бойынан табылу керек болған талаптар не нәрсе? Жалпы Құран жаттау үшін Құранды бастаған кезде негізі айтады ғой бізде жас шектелмейді деп. Яғни сізде ықылас, ниет, махаббат. Негізі осы үш нәрсе болу керек та адамда. Біріншісі ықылас, ниет, сосын махаббат қоя білу керек. Яғни осы екеу, енді ықылас, ниеттен бөлек үшіншісі ең керекті маңызды нәрсе ол махаббат. Яғни Құранға махаббат қойсаңыз ғана сіз оны алып кете аласыз. Ал Құранға деген махаббат аз болатын болса, яғни Құранды жаттап шығуыңыз беймәлім нәрсе. Бірақ одан да бөлек ең керек нәрсе, сіз Құран жаттаған кезде ол нәрсені жаттап қана қоймай, оны есте сақтау. Ең маңызды осы нәрсе. Қайталап жүру ғой, қайталап есте жүруге. сақтау деген. Бірақ Уақыт бөлу керек қой. уақыт міндетті түрде бөлу керек. Енді жас мөлшеріне келетін болсақ, бала 6 жас, 7 жасында уже не істейді? Жақсы тілге келіп сөйлеп бастайды. Сол кезде Құранды оқыған абзал дейді. Мына бір мысал келтірейін. Біз Түркия елінде жүрген кезде бір сириялық бір шейхпен сөйлесіп қалдық. Баласы бар. Баласы 10 жаста қари. Құран жаттап бітірген. Сонда ұстаздан сұрадық, бала ерте қари болу үшін қандай амал жасаған жақсы, қандай іс-әрекетпен жасап Құран жаттатқызған жақсы деген кезде, сонда ұстаз жаңа шейх айтады, бұл бала анасының ішіне жатқан кезде мен оған күнде Құран оқып беретін едім дейді. Яғни бала іште жатады, жан біткен кезде уже күнделікті мен күнде бір пара Құран оқимын дейді. Сол кезден бастап дайындадым деп тұр ғой енді. Сол кезден бастап мен дайындадым дейді. Яғни ұлымның қари болуына мен өзім махаббат қойдым дейді. Сөйтіп ұлым толып 5 жасқа келген кезде ол уже Құран оқып бастады дейді. Естиді, соны қайталайды дейді. Естіп қайталайды. Бір қызығы, ол Құранды оқып жаттамаған, ол Құранды тыңдап жаттаған. Енді адамның памяті, зейін дейді ғой, бөлінеді ғой, көзбен, тілмен, құлақпен деген сияқты. Слух дейді ғой. Негізі адамда ең бірінші қатты көп дамитын нәрсе зейін, ол слух дейді, есту. Көргенге, оқыған қарағанда адам естіген нәрсені тез жаттап қалады дейді. Солай мен ұлымды 5 жасқа жеткен кезде мен уже күнде Құран қайталаймын, күнде бір беттен, ол қайталап отырады. Тыңдап отырады. Сөйтті бұл бала 9 жасына қари болып шықты дейді. Қазір жасы 10-да дейді. Енді бұл жерде айтатын мәселе, егер баланың қыз баласы болсын, ол баласы болсын, егер баласын қари болған қаласа, сол нәрсеге махаббат қойғысы келсе, бірінші ол жаңағы іште жатқан кезде ақырындап дайындалу керек. Бұл енді бұл негізгі мәселесі. Ал Құранның өзін бастау мәселесіне келетін болсақ, бала неғұрлым жас болса, мүмкін 8 жас, мүмкін 9 жас, қалай тілі сынады Құранға, сол бойы отырған жақсы. Баланы кішкентай кезінен әдеттендіріп тастаған жақсы. Дұрыс, керемет мысалмен жеткізіп бердіңіз. Яғни балаларын қари болдырғысы келетін ата-ана, ол да өзін тәрбиелеу керек қой, айтқан кісі. Өзін тәрбиелеп, соған дайындау керек екен ғой. Өйткені айтады ғой, кішкентай баланың, жас бала ол кезде жаттауда, оқуда, тасқа қашап жазғандай дейді ғой. Ол есте сақталып қалады, ол естен шықпайды. Ал негізі адам өзі үлкейе берген сайын, адамның өзі үлкейген сайын күнәда жиналады ғой. Күнә жинаған сайын адам өзі зейіні әлсіреп бастайды. Енді жас кезде ол жүректе таза, ойда таза, Құран тез жатталады. Өйткені Құран таза жүрекке ғана түседі, таза жүрекке ғана қонады. Керемет. Енді осы қасиетті Рамазан айы, Құран айы, бұны мешіттерімізде, уағыздарда айтылып жатыр. Енді Аллаға шүкір, сол Құран хатымды тыңдау үшін тарауих намазына толып мешіттеріміз намаз оқып жатыр. Жалпы осы жамағаттың арасында намаз оқып білгенімен, өзін мұсылман сезініп 5 уақыт намазда жүргенімен Құран оқи алмайтын кісілер бар. Осы қасиетті Рамазан айы, Құран айы дейді. Енді сол кісілерге өзіңіздің жаңағы Құран үйрену барысына қарай қызықтыру мақсатында не айтар едіңіз? Рамазан айының Құран айы екендігін амал еттіру мақсатында. Жалпына бір нәрсені білу керек та, Рамазан айы не үшін басқа айларға қарағанда сұлтан деп айтады ғой. Мұбарак айлары болды. Өйткені бұл айда Құран түскен ай.
мысалы осы рамазан айы ішінде қадір түні бар, иә. Ол несімен қадірлі болды? Құранның түсуімен қадірлі болды. Ибн Аббастан жеткен мына бір хадис бар ғой, мына бір сөз бар. Осын негізі көптеген адамға, жалпы өзіме де Құранды қайталап оқуыма, әр Құран жаттап кетуім осы бір нәрсе себеп болды. Жаңа біз айтып өттік қой, Алла Тағала қиямет күні Құран жаттаған адамға не істейді? Оқы және көтеріл. Сонда Ибн Аббастан бір сөзі бар. Адам тек Құран жаттаған кезде ғана солай көтеріле ме дейді. Пайғамбар саллаллаху сұрайды ғой. Сонда Пайғамбар саллаллаху айтады, жоқ, Құран жаттаған адам емес, сонымен қатар Құранды көптеген оқыған адам дейді. Сонда ол қалай Құранды көптеген оқыған адам? Арасында оның Құран оқыған кезде қиналып оқитын адамдар бар дейді. Қиналып оқыған адамдар болатын болса, әрбір сөз үшін, мысалы айтады ғой, Құранның әрбір әрпіне 10 сауаптан алады деп, ал қиналған адам неше сауаптан алады? Оның 2 есе, яғни 20 сауаптан алады дейді. Ал тіпті ол нәрсені араб әліпбін білмейтін адам болатын болса, білмейтін адам болса, жай саусағын қойсын да Құранның үстімен әр қатар жүргізсін дейді. Сол әр қатан жүрген кезде қолы тиген әріптің өзіне 30 сауаптан алады дейді. Енді бұл жерде бір мақсат тек жүргізіп қана қоймау керек. Мақсат үйрену керек. Яғни біздің қияметтегі жағдайымыз Құран жаттаған адамдармен бірге болғымыз келетін болса, ол нәрсені көптеп оқу керек. Ол қазір Рамазан айында мейлінше құлшылықты арттыру керек. Оның әсіресе нені? Құранды көптеп хатым ету керек. Абу Ханифа радиаллаху анху 30 күні Рамазанда Құранды 30 рет бітіретін болған. Яғни күніге таң намазына бастайды да, кешке дейін Құранды толық хатым шығарып бітіреді. Осылай 30 күн бойы оқып бітіреді Құран кәрімді. Ал одан бөлек мысалы қаншама қарилар бар. Мына бір қаридің қиссасы бар. Шейх бәрімізге белгілі Абдул-Басит деген қари. Масырлы қissa. Абдул-Баситтің мына бір сөзін ұстаздар жеткізеді. Ол кісі Құран жаттап бастаған кезде Рамазан айында бастаған Құранды. Рамазан айында бастаған. Сонша ол кісінің қатты қиналғандығы, Құран жаттаған кезде, Құранды үйренген кезде қатты қиын болғанда, ол кәдімгі жаттау үшін, мен 3 аятты жаттауым үшін 1 күн уақыт керек дейді. Енді ол кісінің деген памяттен кішкене әлсіздеу болған. Бірақ Алла Тағаланың берген сыйы дейді, мен оқи бердім, қайталай бердім. Алла Тағала мені сөйтіп не істеді? Зейінімді ашып қойды дейді. Сөйтіп күндердің күнінде мен 1 бет жаттайтын болдым, 2 бет жаттайтын болдым, сөйтіп 3 бет жаттайтын болдым. Ақыр соңында мен бір отырған кезде 1 пара Құран жаттайтын болдым дейді. Бас етеді. Оның бірінші мақсаты Құранға деген махаббатым дейді. Екіншісі Алла Тағаланың маған берген нығметі. Яғни бәріміз білеміз, Құран бүкіл нәрсенің шешімі. Біз Құран оқысақ, проблемалардың өзі шешіледі. Құран оқитын болсақ, өмірімізге Алла Тағала береке беріп қояды. Құран оқитын болса, Алла Тағала не істейді? Жолымызды ашып қояды. Қазіргі уақыт Рамазан айы бір үлкен мүмкіндік айы ғой. Намаз бастау үшін де, Құранды үйреніп бастау үшін де Рамазан айы бұл мүмкіндік айы десек те болады. Дұрыс айтасыз. Керемет. Енді осы Құран жайында керемет сұхбаттарыңыз беріп жатсыз. Сізден Алла разы болсын. Біліміңізді арттырсын, дәрежеңізді арттырсын. Керемет сұрақтардың жауабын алдық деп ойлаймын. Енді біздің бағдарламамызда өз мәресіне жетіп қалды. Құрметті Азан радиосының көрермендері, Рамазан сағаты бағдарламасында келесі кездескенше қош аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Қасиетті Рамазан айының құндылықтарын, оразаның өзіндік әдептерін паш ететін сағындырған Рамазан бағдарламасы.